لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Bizler al-Mumti'a fil Ajrumiyya kitabının 2-ci dərsini ötken bolatmız. Onda Ajza'ul Kalam ve ma yata'allafu minhu degan taqribda ötken bolatmız. Yani kalamның bölüktері. Сол 2-ci dərsin үй тапсырмасын орындап жүрек. Бұл жерде бір ғана тапсырма берілген. Бұл жерде айтады: "Иqra'il ayat al-Qur'aniyya". Бұл жерде Құрандағы аят берілген. Осы жерден біздер 3 есімдікті, міне асма және 3 етістікті және де 3 харфты, шылауды шығаруымыз керек болады. Бірінші есімдіктерді шығарайық. Міне бұл жерде берілген аят: "Иqra bismi rabbikal-lazi khalaq". Бұл жерде есімдікті табатын болсақ, біріншісіне есімді алсақ болады. Бұл не есімдікке жатады? Khalaqal insana min alaq. Осы жерде инсан сөзіне, яғни адам, бұл есімдікке жатады. Иqra rabbukal akram allazi allama bil qalam. Үшіншісіне осы қаламды кіргізсек болады. Al-af'al, екіншісі етістіктерді табуымыз керек, яғни 3 етістікті шығаруымыз керек. Біріншісі "Иqra bismi rabbikal-lazi khalaq" деген кездегі "Иqra" деген сөзді алсақ болады. Бұл бұйрық райындағы етістік болады. Одан кейін "Khalaqa", яғни жаратты, бұл өткен шақтағы етістік. Одан кейін "Khalaqal insana min alaq, Iqra rabbukal-lazi akram, allazi allama bil qalam". Мына жерде "allama" деген бұл өткен шақтағы етістік болып тұр. "Алламал инсана ма лам я'лам". Осы жерде "я'лам" дегенді алсақ болады. Бұл яғни осы шақтағы етістік болады. Одан кейін "ахруф", яғни шылауларды шығаратын болсақ, "Иqra bismi rabbikal-lazi khalaq". Осы жерде "би"ді алсақ болады. Бұл не харф болады. "Khalaqal insana min alaq". Одан кейін "минді" кіргізсек болады. Бұл да харфқа жатады. "Iqra rabbukal akram allazi allama bil qalam, алламал инсана ма лам я'лам". Кейін жерге ламды кіргізсек болады. Бауырлар, жаңа сабақты аламыз. Бізде бүгін алатын дәріс аламатул исм. Аламат бұл алама деген сөздің көпше түрі болады. Алама деген бізде бауырлар белгі. Енді біздер айттық, кәламның 3 бөлігі болады дедік. Біріншісі есім дедік, одан кейін фи'ил дедік, одан кейін харф дедік. Енді біздер есімдіктің есімдік екенін қайдан білеміз? Фи'илдің етістіктің етістік екенін қайдан білеміз? Харфтың, шылаудың шылау екенін қайдан білеміз? Сөзсіз олардың әрқайсының өзіне жеке дара белгілері болады. Біздер бүгін иншалла есімдіктің өзіне қатысты белгілерді аламыз. Яғни осы белгілерді көрген кезде біздер сөзсіз білеміз, бұл сөз есімдікке жатады. Қалал мусаннифу рахимахуллах, мусанниф яғни Ajrumi кітаптың авторы айтады: "Фал исму ю'рафу". Есімдік білінеді деп жатыр. Ю'раф деген білінеді. Бил хафди дейді. Хаф деген бізде егер арабтың осы күнге дейін өткен бауырлар болатын болса, бізде жар деген нәрсе бар. Жар деген осы хафт. Яғни есімдік білінеді бил хафти, хафтпен білінеді, ва танвин, танвинмен білінеді, ва духулил алифи вал лам, және алиф ламның кіру арқылы білінеді, ва хуруфил хафди, яғни хафт, жар шылаулары арқылы білінеді. Олар қандай десе, вахия міне мин, иля, ан, ала, фи, ва рубба, вал ба, вал кафу, вал ламу. Осылар не? Бұлар хуруфил жарға немесе хуруфил хафтқа жатады. Хуруфил қасам, және де қасам шылаулары да бұған не жатады, немесе қасам әріптері деп айтайық. Олар не? Ал-вау, вал-ба, ват-та. Енді бұл сөздердің мағынасы қандай? Ол үшін біздер шархқа қайтамыз. Яғни кітаптың түсіндірмесінде айтады: "Ламма фарағал мусаннифу мин зикри ақсамил калам". Яғни мусанниф, кітаптың авторы, фараға деген яғни бітіргеннен кейін. Кітаптың авторы кәламның түрлерін бітіргеннен кейін ол кісі не істеді? Шаруа, яғни шаруа деген бастады, немесе бада деп айтсақ болады. Шаруа фи баяни аламати кулли қисм. Яғни сол айтылған 3 нәрсенің, есімдік бар, етістік бар және харф бар. Осылардың әрқайсының белгілерін баяндауға бұл кісі көшті деп жатыр. Фабада бил исм. Сөйтіп есімдіктен бастады. Ва закара лаху арба аламатин. Сөйтіп ол есімдіктің 4 белгісін айтты. Иза ваджатта вахидатан минха фи калиматин. Егер де бір қандай да бір сөзден егер сол нәрсені көретін болсаң, немесе табатын болсаң, ваджатта деген табу,
аураайта немесе көрсең, аннаха тақбалуха, егер сол белгілерді қабылдайтын болса, жаңа жоғарыда айтқан, хафт деген нәрсені, танвин деген нәрсені, алиф ламның кіруін, және де хафт шылауларын, және де қасам әріптерін антышу, қасам деген бізде антышу. Егер қандай да бір сөз осы белгілердің біреуін қабылдаған көрсең, арафта аннаха исм, демек сен білдің, ол сөз есімдікке жатады. Тойып енді олардың әрқайсысын алып көруге тырысайық. Ихдаха, сол белгілердің бірі, бір деп қойық. Ал-хафт. Хафт дегеніміз, яғни кассыраны қабылдау. Ва хуа ибаратун анил кассыра. Яғни хафт дегеніміз кассыраны айтып жатыр дейді. Аллати юхдисуха ал-амил. Яғни қандай да бір фактор себепті, амил дегенді фактор деп қойық. Қандай да бір фактор себепті, немесе бір жағдаят себепті, немесе итермелеуші себепті болатын кассыра. Мысалға мына жерде мысал келтірген бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөз тұр. Енді осы жерде бисми деген кезде мына жерде кассыра тұр. Аллах деген кезде мына жерде кассыра тұр. Ар-рахман да кассыра тұр, ар-рахим да кассыра тұр. Демек, қандай да бір сөз кассыраны қабылдайды ма, демек сіз біліңіз, ол не болады? Есімдік болады. Факуллун мин деп жатыр. Осы жердегі әрбір есім Аллах, ар-рахман, ар-рахим асмаун, яғни бұлардың барлығы есімдік деп жатыр. Не үшін? Лиужудил кассарати фи ахириха, себебі олардың әрқайсының соңында кассыра бар деп жатыр. Демек бұл бірінші белгісі. Демек хафт дегеніміз, яғни кассыраны қабылдай алды. Ас-сания, екінші белгісі есімдіктің ат-танвин, танвин деп жатыр. Танвин дегеніміз, яғни ол үш түрлі болады. Танвин даммалы болады, танвин кассыралы болады, танвин фатхалы болады. Ва ибаратун ан дамматайни ау фатхатайн ау кассартайн, яғни ол екі дамма, мына жерде біріншісі сол туралы сөз, екі дамма, ау фатхатайн немесе екі фатха, мынаны айтып тұр, ау кассартайн немесе екі кассыра, мынаны айтып тұр. Яғни қандай да бір сөз осы үш нәрсені қабылдаса, демек ол не болады? Есімдік болады. Наху қаулихи та'ала, мысалы Құрандағы Аллахтың сөзі, уджухун, уджухуи яума идин хашиатун амилатун насибатун тасла наран хамиятан тысқа min айнин аниятин. Енді осы жерде қараймыз бауырлар. Факуллун мин, осы жердегі әрбір уджухун яума идин хашиатун амилатун насибатун наран хамиятан айнин аниятин, осы сөздің әрбірі не болады? Асма, есімдікке жатады. Не үшін десе, лиужудит танвини фи ахириха, себебі олардың әрқайсының соңында танвин бар. Демек танвинді қабылдаса бітті, ол не болады? Есімдік болады. Үшінші есімдіктің белгілерінің бірі ас-салиса духул ал-алифи вал-лам, яғни алиф-ламның кіруі. Яғни қандай да бір сөзге алиф-лам кіретін болса, онда сіз біле беріңіз, ол не болады? Ол демек есімдік болады. Ва юаббару анха би ал. Міне ал деп айтсақ болады деп жатыр. Алиф-лам деп айтсақ та болады, немесе ал деп айтсақ болады. Мысалға, ар-рахману алал арши става деген Құрандағы аят. Факуллун мин ар-рахман вал арш, осы жерде ар-рахман және арш сөзі исмани, екеуі де есімдік болады. Не үшін? Лидухули ал-алейхима, себебі алиф-ламның ол екеуіне кіргені себепті дейді. Ар-рабиа, төртінші белгісі есімдіктің хуруфул хафт, яғни хафт шлаулары. Хуруф деген бұл жерде харфтың көпшетері, яғни шлаулар. Хафт дегеніміз, яғни не? Хафт дегеніміз кассыралы ететін. Яғни мына жерде уахия деп жатыр не? Мин, мин деген бізде қазақша аудармасы дан, ден, тантен деген шлау болады. Иля бұл деген ға, ке, қа, ке болады. Барлығын айтпаймыз, енді кейбіреулерін айтып шығамыз. Ан болса дан, тен деген болады. Аля болса үстінде, фи болса ішінде. Кейін рубба бұл көптеген деген мағынаны білдіреді. Уалба, яғни бұл да мен, пен деген шлауларды білу болады. Уалкаф ұқсас деген мағына, ләм деген үшіндегі мағыналардың бірі болады. Яғни осы әрбір осы біз айтып кеткен меннен бастап, осы ләмға дейін айтқан осы шлаулар, осы шлаулардан кейін қандай да бір есімдік келетін болса, ол кассыралы болады. Мысалға, мына жерде минді қарайық. Мысалға, мен әл-бәйти деп айтайық. Мен әл-бәйти. Осы жерде
касра болды. Неге? Мен себепті. Демек, мен өзінен кейін келген есімдік не істейді? Касралы қылады. Демек, осы хуруфул жарларды қабылдаса, мынау не болады? Сөзсіз бұл не? Есімдік болады. Иля, мысалы, илал мадрасати, илал мадрасати. Яғни мектепке деген мағына. Немесе ан болса, мысалы, анил мадраса, мектептен. Бұл тан-тен деген не? Шылау болады. Енді осы жерде айтып жатыр, фахазихил хуруф, осы шылаулардың барлығы хассатун бил асма. Бұлардың барлығы тек қана есімдікке кіреді. Фала тадхулу илля алейха. Есімдіктен басқа не? Еш нәрсеге бұлар не? Араласпайды, кірмейді деп жатыр. Наху қаулин наби саллаллаху алейхи вассалам. Мына жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін келтірген. Такуфу шаррака анин нас, яғни адамдарға болған зиянды тоқтатуың, яғни өзіңнен болған зиянды адамдарға тигізбеуің, фаиннаха садақатун минка аля нафсик. Расында ол сенен болған, өзің үшін болған садақа болып есептеледі деген хадисті келтірген. Факуллун, осы жерде аннас деген міне сөз, аннас, уаддамиру фи минка, мен жерде минка дегендегі дамир, ва нафсин, және мына нафс деген сөз, бұның барлығы не болады? Бұның барлығы асма болады, есімдік болады. Не үшін десе, себебі, яғни олар не қабылдап тұр? Мен жерде ан деген шылауды қабылдап тұр, мен жерде минді қабылдап тұр, мен жерде аляны қабылдап тұр. Лидухули хуруфил хафди алейха деп жатыр. Хуруфил хаф деген бауырлар ұмытпаймыз, бұл хуруфил жар деген не сөз болады, екеуі бір мағына. Және тағы мән береміз, ва мин хуруфил хафди, яғни осы хафт, яғни өзінен кейінгі есімдікті касралы ететін әріптердің біріне жатады деп жатыр. Ахруфил қасам. Қасам деген яғни антышу әріптері. Ликауниха таджуррул исма ба'даха. Яғни себебі қандай да бір ант етуге қатысты сөз немесе әріп келетін болса, ол өзінен кейін келген есімдікті не істейді? Касралы қылады. Ол көп емес, ол тек қана 3 қана әріп. Уахия саласату ахруфин, ол 3 қана әріп деп жатыр. Ол ал-вау, вал-ба, ват-та. وسميت أحرف قسم لأنها تدخل على المقسم به. يعني бұлар қысқаша айтқан кезде ант шу болса валлахи, биллахи, таллахи. Яғни осы жерде валлахи деген кезде Аллах деген сөз касралы болады. Биллахи деген кезде де Алла деген сөз касралы болады. Таллахи деген кезде де не? Бұл жерде Аллах сөзі касралы болады. Не үшін? Себебі бұл не? Хуруфул қасам болады. Вала якуну илля исман. Неме жерде келтіріп қойған. Валлахи, биллахи, таллахи. Ва хасилу ма закараху мин аламатил исм арба. Яғни қорытындылай келе айтатын болсақ, демек бізде есімдіктің белгілері 4-еу. Итhnatani талхақанил исма фи ахирихи. Екеуі есімдіктің соңында келеді. Ва хума ал-хафду ва танвин. Яғни хаф дегеніміз, яғни касраны қабылдай алуы. Мысалға, минал бейти деп айтатын болсақ, минал бейти десек, осы жерде касраны қабылдап тұр. Және егер тануим айтатын болсақ, мен бейтин десек, мысалға, мен бейтин, осы жерде касра. Демек, мен жерде касраны қабылдауы және тануинді қабылдауы, демек бұл не болады? Сөздің соңында келетін бір белгілердің бірі. Васнатани тадхулани алейхи фи аувалихи. Ал екі белгі, біз 4 белгіледік қой. Екі белгісі бұл сөздің соңында келеді, екі белгісі не? Сөздің алдында келеді. Оның бірі әлдің кіруі және хафт, мынау шылаулардың келуі. Яғни бұлар алдында келеді деп жатыр. Тамарину, тапсырмалар. Біріншісі иқра ас-суратал атия, келесі сүрені оқы дейді. Сумма стахриж минха саб'ата асма ма баянил аламати лати урифат биха. Яғни бұл жерде бізде Құрандағы аят немесе сүре берілген. Осы жерде біздер не істеуіміз керек? 7 есімдікті табуымыз керек. Және оның ал-алама аллати урифат биха, яғни ол жердегі белгіні айтуымыз керек. Мысалы, бұл жерде уаттини уаззайтун ва тури синин деген Құранның соңғы, осы сүренің соңғы аятына дейін оқимыз. Кейін жерде біріншісіне тауып қойған аттин. Бұл жерде неге бұл есімдікке жатады? Себебі оның алдында не? Уа деген харфул қасам келген. Уаттини касра болды. Не үшін десем, жерде себепті баяндайсыз. Духули харфул қасам уа әл уажудил хафт. Яғни бұл жерде қасамның кіруі және де алифламның кіруі екі белгісі бар. Және үшінші белгісі не? Уажудил хафт. Яғни касраны қабылдай алуы. Демек бұл жерде не? Ол бірінші табылған нәрсе. Кейін өзіңіз осы Құрандағы аятты оқып, бұл жерде 2, 3, 4,
5, 6, 7-еуін табасыздар. Екінші тапсырма: Uzkur sab'ata amsilati min indik lil ism. Яғни өзіңіз білетін 7 мысалды келтіресіз есімдікке қатысты. Осы жерге 7 есімдікті жазасыз және оларға не істейсіз? Манағы есімдіктің белгісі болатын белгілерді қойып жазасыз. Аллаху а'ла, а'лам.